Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Оқитын ұлт жобасы шеңберінде кітап оқитын қоғам қалыптастыруды мақсат еткен мемлекеттік бағдарламаға атсалысу үшін кітапханамыздың қорындағы отандық әдебиеттерді насихаттау басты мақсатымыздың бірі болып табылады. Бүгінгі айдарға мен қазақ прозасының хас шеберлерінің бірі жазушы Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесін жалпақ жұртқа бір кісідей оқу үшін ұсынып отырмын. Сайын Мұратбековтың қай туындысын алып қарасақ та, бірінен бірі асып, оқырман жүрегін бірден жаулап алады. Оның шығармалары оқиға желісінің шынайылығы мен, тілінің көркем өрнектілігі мен, кейіпкерлердің адамгершілік қасиеттерінің биіктігі мен дараланып тұрады. «Жабайы алма» туындысы сол сұрапыл соғыс жылдарындағы ауыртпалықтар мен қиындықтар, сол қиын жылдардағы ауыл өмірі, еңбек адамдарының төзімділігі мен бір-біріне деген шынайы достық қарым-қатынастары шебер суреттелген шығарма. «Жабайы алма» повесі мынандай жолдардан басталады. Тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол аяғымызды қызыл ала жосағып, жарғызып, ұзақты күнге алмадан таңдап, сол бөктерде тентіреп жүруші едік деп. Осыдан ақ оқырманды бірден терең ойға, оқиғаның желісіне еріксіз сүңгітіп кетері анық. Әкеден айырылған бала, ұлынан айырылған ана, жардан айырылған жесір, сүйгенінен айырылған қалыңдық, бұғанасы қатпай ауыр еңбекке араласа бастаған жасөспірін, бүлдіршін мен еңкейгенге қарамай еңбекке жұмылған шал кемпір, бәрі бұл шығармада суреттелген. Бір ауылдың адалда, әр адамның жан серігіне айналған Көкінай образы арқылы жазушы соғыс кезіндегі жауға аттанған әр шаңырақтың сағыныш сезімін, қайтпас көңілі мен жығылмас төзімін, ең бастысы адамның адалдық қасиетін қызық та қатал сюжеттермен сипаттай білген. Повестегі Қанат, Нәзира мен Тоқтар, Байдалы жылқышы мен Әжібек, Нұғыман бәрі де әр ауылда кездесетін кейіпкерлер. Жазушы әр кейіпкерді мінез құлқы, істеген іс-әрекеттер арқылы жан-жақты ашып, біз үлгі аларлықтай етіп суреттеген. Мысалы, шығармада үлкендер мен балалардың еңбегі нанымды берілген. Бұрын атпалдай азаматтар атқарған істермен Байдалы секілді қарттар, Көлбай секілді мүгедектер, Қанаттың шешесі секілді қарапайым әйелдер де араласқан. Тіпті Қанаттың өзі де еңбекке ерте араласқан. Бұл сол заманда еңбектің адам жасын, әлеуметтік жағдайы мен еріктігін таңдамағанның айқын дәлелі. Бұл шығарманы оқу барысында мен өзімде кейіпкермен бірге қуанып, бірге мұңайдым. Әрбір оқиға желісін ой елегінен өткізіп, жүрегіме жеткізе білдім. Бұл нағыз жүрекпен жазылған туынды деп есептеймін. Себебі жүректен шыққан туынды ғана оқырманның тұла бойын шымырлатып, жүрегінен ойып тұрып орын алады. Бұл Сайын Мұратбековтың өз елінің болашағына бейжай қарамай, туындылары арқылы қарапайым халықтың көкейіндегі арман тілегін жеткізе білгені деп түсінемін. Бұл шығарма бүгінгі күндің шындығымен де астарласып жатқанымен құнды. Жазушы, ұлы суреткер Сайын Мұратбековтың осындай шығармалары болашақ талай ұрпақтың рухани азығына айналып, толқын-толқын оқырмандармен бірге мәңгі жасай беретініне еш күмәніміз жоқ. Барша кітап сүйер қауымды осы шығарманы оқуға шақырамын.